енді кейде шынымен қатты кетеміз ғой. Дәу холодильнигің бар мысалы. Кейбір үйлерге барсаң, кішкентай холодильник те жоқ қой. Иә. Мен бір оқиғаны айтайын, енді өзіміз жақта болған, осы елде болған кезімде бір кісіге зекет беретін болып бардық та. Сонда көп бала шағасы бар, жесір әйел екен. Үйіне бардық, үйіне барған кезде балалар жүгіріп шықты, алдынан жаңағы зекетін беріп жатыр. Зекеттен бөлек андай подарка нелер апарған, сыйлықтар, соларды беріп жатыр. Сонда сіздер мешіттен келіп тұрсыздар ма дейді да. Иә, мынау мешітте жамағат осындай деп айтып жатсақ, мынау Құдайға айтып қойыңдаршы, арасында жаңбыр жаумасын деп дейді ғой. Өйткені қарасақ үйінің несінде ана немен жабылған екен баяғы. Ана қамыспен немен тастай салады ғой жаңағы. Топырақпен араластырып ше. Сөйтіп жауып қойған, оның бір шеті жаңбыр жауған кезде ойылып түскен ғой. Енді оны жабатын не болмай тұр екен да, черепица сияқты нелер. Біз шипырды менсінбей черепицаның қымбат-қымбатын іздеп жоқ қой. Ана жақта не то что черепица, шипырға мұқтаж болатын адамдар бар екен да. Соны көрген кезде мына имам Абу Лайстың жаңағы сөзі күшті да адамға. Кедейлермен көп аралассаң шүкірлігің артады дейді. Ананы көрдім де мен кәдімгідей тәубеме келдім ғой, біз нені ойлап жүрміз деймін да. Мына кісілер нені ойлап жатыр да? Жаңбыр жаумаса екен дейді. Өйткені үйге төгіл, анау құйған сайын несін үлкейтіп жатыр да, жаңа апаның жоғарғы тесігін ше. Жардың бәрі андай болып кеткен, батпақ ағып. Енді Алла тағала жеңілдік берсін, бірақ дегенмен жақсы айтқан ол кісі.